Ал балалар, біз бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын тақтаға назар аударайық, иә? Тақтада не көріп тұрмыз? Алтын басы, иә? Алтын теңгелер, иә? Яғни алтын бізде қандай металл? Өте құнды металл, иә? Мына жерден не көріп тұрмыз? Алтын адам, құнды жәдігерлер, алтын жәдігерлер, иә? Және есік болған екен. Яғни суреттерде біз алтын адамды, алтын құнды жәдігерлерді көріп тұрмыз екен, иә? Яғни балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алтын адам археологиялық олжасы екен. Оқу мақсаты алтын адам жәдігерін өнер туындысы ретінде сипаттау, ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипаттау, қазақстандық ғалымдардың археологиялық жаңалықтарын білу. Ал балалар, біз бүгінгі біздің жаңа тақырыбымызға байланысты сабағымызды толық ашу мақсатында тақтадан бейне үзінді көріп алайық. Назар аударамыз. Қазақстан жерінің қай жерлерінен алтын адамдар табылды? Есік қорғанындағы алтын адамды қай археолог тапты? Кемел Ақышев кім? Алтын адамның киімі қалай безендірілген? Алтын адамның бас киімі туралы не білесің? Алтын адам кім болған? Есік қорғанынан табылған жәдігерлердің құпиясы ашылмағандары бар ма? Алтын адам туралы қандай қызықты деректер бар? Сұрақтарға жауап беруге тырысады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ұлы даланың 7 қыры атты мақаласында алтын адам туралы былай деді: біздің түп тамырымызға жаңаша көзқараспен қарауға жол ашып, әлемдік ғылым үшін сенсация саналған жаңалық 1969 жылы Қазақстанның Есік қорғанынан табылған өнертанушы ғалымдар арасында қазақстандық Тутанхамон деген атқа ие болған алтын адам. Ұлы даланың 7 қыры. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақстан жерінің қай жерлерінен алтын адамдар табылды? Алтын адамдар Қазақстан жерінен табылған құнды тарихи жәдігерлер. Бірінші, Есік қорғаны. Алматы қаласының іргесіндегі Есік қорғанынан 1969 жылы табылған алтын киімді адам құнды тарихи жәдігер. Екінші, Аралтөбе қорғаны. 1999 жылы Атырау облысының Жылыой ауданына қатысты Аралтөбе қорығынан табылып, екінші алтын адам атанған Сармат көземі. Үшінші, Шілікті қорымы. 2003 жылы Шығыс Қазақстан облысына қарасты Зайсан ауданының Шілікті қорғанынан табылған үшінші алтын адам. Төртінші, Талды екі қорымы. 2010 жылы Қарағанды облысына қарасты Талды екі қорымынан табылған алтын адам. Бесінші, Тақсай обасы. 2012 жылы Батыс Қазақстан облысынан табылған Сармат ханшайымы. Енді осы жәдігерлердің ішінен біз Есік қорғанынан табылған алтын адамға тоқталсақ. Есік қорғанынан табылған алтын адамды қай археолог ашты? Жетісу жеріндегі Есік қорғанынан алтын киімді сақ жауынгерінің мүрдесін 1969 жылы археолог Кемел Ақышев тапқан. Алтын адам қай кезеңге жатады және оның сипаттамасы қандай? Зерттеушілердің пікірі бойынша Есік қорғанынан табылған алтын адам ерте темір дәуірінде өмір сүрген. Оның жасы 17-18, бойы 165 см шамасында деп болжам айтылады. Жалпы Шығыс Қазақстан және Жетісу жерінде ертедегі көшпелілердің өте үлкен қорғандары жиі кездеседі. Олардың ішінде биіктігі 15-18 метрге жететіндері де бар. Есік қорғанындағы сақ жауынгерінің басы батысқа қарап жатқызылған. Қабірден сонымен бірге ыдыстар, зергерлік бұйымдар көп табылды. Қабірдің бетін ағаш қақпақпен жабылып, темір құрсаулармен бекіткен. Балалар бейнеролик көріп алды, иә? Енді осы алған біліміміз арқылы топтық жұмыс жасаймыз. Бәріміз бірігіп, қазір мына алдарына тапсырма берді. Осыған постер қорғап жасаймыз. Осы алтын адамға қатысты әрқайсымыз бір-бір неден жазамыз.
5 mana tur. 5-chi kunga kimga yozamiz? Tak, sen. Al balalar жұмыстарымызды bitirdik orada. Қай топ birinchi bitdi? Жақсы, birinchi топ. Onda taxtaga chiqib, posterimizni qo'rg'aylik. Qizlar Simbat. Al qo'rg'aymiz. Алтын адам 17-18 жасар сақ жауынгері. 1969 жылы ақш археолог зерттеген. Алтын адамның бойы 168 см болды. Оның киімдері алтын сауыттары алтынмен қапталған. Келесі? Иә. Аха, келеміз. Нұрай, Арай, алдыңдар. Көсеміз қорғаймыз. Алтын адам біздің заманымызға бұрын 5-4 ғасыр ерте темір дәуірінде өмір сүрген. Алтын адамның бас киімі 70 сантиметрге дейін болатын бас киімі бар. Алтын адам 26 таңбалы жазуы бар, күміс тостағаны табылған. Алтын адам ескі обасында табылған. Яғни Жетісу аймағындағы есік обасынан табылған. Жарайсыңдар, отыра қойды. Балалар, топтық жұмысымызды орындап біттік, я тақырыпты жақсы түсіндік. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Алдарыңа мәтін таратамын. Яғни осы алтын адам туралы мәтін. Бұл бойынша біз жұптық жұмыс жасаймыз. Алдарыңа тапсырма беріледі. Осы мәтін бойынша жұптық жұмыс тапсырмаларды орындаңдар. Біріншіден оқып отқан 2-3 минут уақыт беріледі. Алдағы мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді оқимыз бірінші. Содан кейін барып кестедегі тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы орындап болдық па? Яғни бірінші жұптан бастаймын, я? Сымбат отыр ғой. Алтын адамның жанынан табылған күміс тостағанда жазулар бар. Бұл ақиқат. Ақиқат. Дұрыс па балалар? Иә, дұрыс. Келесі. Сақ жауынгердің алтын жүзінде қарап тұрған адам басы бейнеленген. Ақиқат. Дұрыс па балалар? Иә. Ақиқат. Я, дұрыс. Келесі. Расул. Оқимыз. Алтын адам барына алтын салған сандықша табылған. Жалған, я? Яғни сандықша табылған жоқ, я? Келесі. Талшын. Қаңқасы қазір алтындар жалған. Жалған, яғни 16 қаңқас табылған. Балалар, бүгінгі тапсырмаларды өте жақсы орындадыңдар. Ал балалар, біз бүгінгі сабағымызды аяқтамай тұрып, яғни алдымыздағы бүгінгі рефлексия, кері байланыс жасайық. Яғни алтын адам туралы осы күнге дейін не білдім, яғни бүгінгі күні осы тақырыпта не білдім, және де бұдан кейін келесі сабақтарда алтын адам туралы не білгім келеді. Несін дәптер алдымыздағы неге жазайық.